Hey baraslarına selim. Biz Almarasan'a bара жатырмыз. Сағат таңғы 4 болды. Таң атып кеткен ғой уже. Almarasan жаңарды ремонт жүріп, күшті болып қалды дейді. Соны барып көруге кетіп бара жатырмыз жалпы. Такси шақырдық, такси келе жатыр. Осындай өйтіп. Тауға баратын адам аяғына данк киіп барады екен. Басқа кроссовки киіп жап. Обалай. Саламон сұрап едім сол. Қалды. Ой, Саламон кет қараңдар. Саламон. Тауға барғандағы. Мен сонда бір Саламонға Макс вообще тауға баратын адам түрін қараңдар. Мен просто дальше жұмысқа барамын. Біз бүгін Almarasanға источникқа бара жатырмыз. Бұл менің 3-ші или 4-ші рет баруым. Бұған дейін барған кезде ескісі болған. Өткен жолы таудан тас құлап, ана жерде киім ауыстыратын жер, душтың барлығын мұжғып қалыпты. Қазір ремонт жүріп, осы 3-нен бастап ашылды. Біз енді жаңартылған Almarasanға бара жатырмыз. Сағат таңғы 4. Біздің машина келіпті. Hyundai i30 деген. Әлі ай көрініп тұр ғой. Seni doyana kovuşukta Haladım Olmalarım neydi Ramаш қалыптар үшін тауға келдім. Tünetle konuşup da Konuşuptadır Şandarsın be Şirmalaydı kalırsın Köşeler sonda kalırsın Жаңа тырыш болады такси. Almarasan өткелінен өтіп кетіп, жоғары жаққа барып тастайды ғой. Біз байқағанымыз жоқ. Барып, мына жер емес қой деп. Енді сол жақтан пешком түсіп келе жатырмыз енді. Бұл жаңартылған Almarasan өткелі. Бірден қаптап кеткен. Міне қайсы тұрыс екен. Мына жер әдемі енді, бірақ та өте керемет жер. Мына жердің барлығына жол істеп тастап, қиналмайсың. Ешқай жерге аяғың сүйенбей қалмай кетесің. Ау, потолок қой, потолок. Ау, не деген таңғажайып. Дамып кеттік біз. Ау, не деген потолок мысалы деймін де. Стоп, торговка. Давай. Давай. Нормально, түс. Таймайсың, ұстап тұр. Давай. Шешінген судан тайынбас, давай. Давай, қорқма. Қалай екен? Тема. Тағы бір қайталаған керек-ау. Конечно. Бұрын мына жерде бөшкелер болған. 3 штук бөшке тұратын. 2 ыстық, 1 суық. Мына жерде мына речкаға түсу қыста қиын, мұздар тұрады, тайып кетеді адамдар. Сол үшін суық бөшке тұрады адамдар. Қыста шығады, сразу сонда түседі. Қазір олардың бәрін алып тастапты, ремонт жүріп кетті. Тек мынандай суға ғана
осындай сықсу қалған адамдар жылынады, одан кейін бірден өзенге барып түседі. Бірақ осылай более табиғи сияқты өте керемет ризамын. Жалпы Алматының жағдайы осы. Ана жақта да сол жағдайлар міне жатыр. Қалдыңдар ма? Міне жатыр шашылып. Қалмады ма? Абырой, намыс бәрін алсын ба? Ал. Не, бұрын қалай қиналатынбыз қара. Мынадан өтетінбіз бұрын міне. Бұлай келесің, бұлай өтесің. Мынандай цивилизация жоқ біздің заманымызда. Сендер ғой дайын асқа тыққасық болған. Айтып айтпаған дейді. Осымен біз қайтып бара жатырмыз. Өте керемет, ұнады. Жасаған барлығы ұнады. Келу оңай, түсу оңай, шығу оңай. Барлығын әдемі қылып істеп қойыпты. Көп адам келеді енді, мысалы, балалар келеді, әйел адамдар келеді, үлкен кісілер келеді бұл жерге. Тамаша, ұнады енді. Енді осы жерден түсіп, ары қарай тамақ ішуге барамыз. Қандай тамаша? Осындай керемет табиғатымыз бар да. Дауыс жазылып жатыр ма білмеймін. Бірақ әдемі. GoPro алмасам оларға бару үшін ше. 1730. Біз кофе оригиналға келдік. Кенесарыдағы. Осы завтрак ішке жатырық. Өстіп таңғы кофемізді ішке жатырмыз. Америкалық таңғас, Оливиде де сондай. Мынау француздық таңғас. Ас болсын, осымен влогты бітіремін. Айтпақшы, бұл видеоблог емес, бұл еркебұланның қарапайым өмірінен түсінді. Мынау намаз оқу бөлмесі деген логотип намат ішкен негіз. То есть иконкасы.